Денені өлшемін жарайсың. Қарастырып отқанда денені өлшемін ескермеуге болады. Жылдам қандай примерить өлшем? Параметр сағыз. Бүліктер жүйесінде траектория деген. Дене бір орыннан екінші орынға қозғалғандағы несі? Не қалады мен мына қалай ізі басты ізі. Ал балалар, ары қарай ортадағы механикалық қозғалыстардың графигі деген тақырыпты біз ары қарай жалғастырамыз. Енді сабағымызды ары қарай жалғастырамыз. Біз бірінші тапсырмамызды жағдаяттық әдіс арқылы жаңағы анықтап алайық. Бірінші әдісті тақтаға қарамақ қойыңыз. Мынаны бірінші топ ішінде анықтап аламыз, жауап беріп дайындаламыз. Содан қарап түсініп аламыз. Енді жауап беретінін алдымыздағы сипаты таяқшаларды қаламнан сұраймын. Кім жауап беретін соларды анықтаймыз. Сен тыңда біз қой. Суретте берілген денелердің қозғалысында ең бұрышта екенін білген содан күндерін анықтап жауап беріңіз. Енді жауап берейік. Қозғалыс басталғанда бірінші бала ағашқа қатысты. Қандай болып тұр? Тыныштықта ма жоқ қозғалып жатыр ма? Суретте берілген денелердің қозғалысына не тыныштықта екен берілген санақ денесіне қатысты анықтап жауап беріңіз. Енді қара, бірінші бала ағашқа қарағанда қозғалып барады ма, тыныштықта тұр ма? Қозғалма қасында тұр ғой? Бірінші дұрыс сырып айтасың, жарайсың. Енді бірінші бала шишаға қатысты. Мынау? Жоқ. Тыныштықта ма, қозғалыста ма? Жоқ. Олар қозғалып жатқан жоқ қой? Тыныштықта баланың қозғалысы. Екінші бала бірінші балаға қатысты. Тыныштықта ма, тыныштықта емес па? Ой, болмас қой, бақытбек, кел ал. Басқа не қосады бақытта. Жауап береді. Мына сурет, қаттан. Мына жерде